Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі видеода Касе Глобалдағы ETF-тер туралы. Бұл не, олардың не артықшылықтары бар екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің есімім Олжас. Бұл арнаны өзімнің білген, үйренген және естіп оқыған ақпараттарымды сіздермен бірге бөлісіп отыруға арнадым. Олай болса, бастаймыз. ETF-тердің тізімімен таныспас бұрын, олар туралы қысқаша түсіндіріп кетейін. ETF дегеніміз биржалық сауда-саттық қоры, және олар сатылатын индекс қоры ретінде анықталады. Бірақ бұл не? Индекстік қорлар бұл ауыспалы табысы бар инвестициялық қорлар. Сондықтан олар қор индексінің әрекетін қайталауға тырысады. Қарапайым тілмен айтқанда, бір ғана компанияның акциясын сатып алудың орнына сол сектордағы ондаған немесе тіпті жүздеген компанияның акцияларын жинақталған құнды қағазды ETF деп атаймыз. Мысалы, алтын өндірумен айналысатын компаниялардың акциясын сатып алатын және мұнай өнімдерінің қатысты облигацияларға арналған ETF-тар немесе белгілі бір елдердің ETF-тары да бар сияқты. Сол сияқты әртүрлі секторларға, әртүрлі белгілі бір өнімдерге қатысты ETF-тар көп. Және осы секторлардың орташа бағасын қайталап отыру үшін, осы ETF-тарды басқарып отыратын жұмысшылардың жалақысы және басқа да шығындарды жабу үшін, бұндай ETF-тардың жыл сайын комиссиясы алып отырады. Егер бірде ETF-тарды салыстырып жатсаңыздар, сол комиссияға да мән берген жөн. Әлемде 10 мыңнан аса ETF-тар бар. Бүкіл әлемде инвесторлар арасында ETF-тар өте аса маңызды рөл атқарады. Және көп мөлшерде сатып алынып жатады. Біздің елде енді ғана бұл құнды қағаздар қызығушылық танытып жатыр. Касе Глобалда қазіргі кезде 10-нан аса әлемдік ETF-тар бар. Бұл бағалы қағаздар Каседе жеңілдетілген процедура бойынша листингтен өткен. Және маркетмейкер бар құнды қағаздарды ETF бағасы сол негізгі ETF-тің бағасын қайталауға тырысады. Ал егер маркетмейкер жоқ болса, онда бұл сияқты ETF-тарды алмауға тырысу қажет. Бірінші ETF SPDR S&P 500 ETF Trust. Стикері US SPY. Капитализациясы ең үлкен 500 компаниялардың акциялары жинақталған. Қазіргі бағасы $490-495 шамасында. Дивидендтер 90-на 1 рет төленіп тұрады. Соңғы бір жылда $390-дан $490 дейін өскен. Бұл ETF әлемдегі ең үлкен және ең жиі сатып алынатын ETF-тардың бірі. Себебі құрамында барлық секторлардың акциясы бар. Әртараптандыру және яғни диверсификация деңгейі өте жоғары. Жыл сайынғы комиссиясы мөлшері 0,9%. Сол сияқты SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Barclays деген сияқты ETF бар. Оның тикері US Bill. Бұл жоғары сапалы, қысқа мерзімді ақша рыногының құралдарының әртараптандырылған портфелі бар, капиталды және тұрақты ағымдағы кірістерді сақтауға қол жеткізу үшін арналған ETF. Дивидендтер ай сайын төленеді, жыл сайын комиссия 14%. Global X Uranium ETF тикері URA-KZ аты айтып тұрғандай, уранға инвестициялайды. Яғни, уран өндіруші компаниялардың акцияларынан тұрады. Қазіргі бағасы $30 шамасында. Дивидендтер жарты жылда бір рет төленеді. Бір жылда 32%-ға дейін өскен. Айтпақшы, осы ETF-тің құрамына біздің Қазатомпром тоже кіреді. Ұзақ мерзімді инвесторларға жақсы шешім деп ойлаймын. Келесі ETF Astralis iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF. Тикері LQAD-KZ. Корпоративтік облигацияларға инвестициялайды. Қазіргі бағасы $108 шамасында, дивидендтер ай сайын төленеді. Astralis iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, тикері HIG-KZ, жоғары табысты корпорациялық облигацияларға инвестициялайды. Қазіргі бағасы шамамен $75-77 шамасында, дивидендтер ай сайын төленеді. VanEck Gold Miners ETF, тикері GDX-KZ, алтын өндіруші компанияларға инвестициялайды. Бұның құрамына Newmont, Barrick Gold, Agnico Eagle сияқты, Franco-Nevada сияқты корпорациялар кіреді. Қазіргі бағасы шамамен $28 шамасында. Дивидендтер жылына 1 рет төленеді. Сонымен қатар Astralis St. Louis Investment Grade Corporate Bond ETF деген корпоративтік облигацияларға инвестициялайтын ETF бар.
Индекс ақштың ішкі нарығында жария түрде шығарылатын және өтеу мерзімі 5 жылдан астам немесе одан тең немесе 10 жылдан аз ақш долларында көрсетілген американдық және американдық емес эмитенттердің инвестициялық деңгейге корпоративтік облигациялар мен көрсеткішін өлшейді. Қазіргі бағасы шамамен $51. Дивидендтер ай сайын төленеді. Қазір жылдық дивиденд мөлшері 5% шамасында. The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund. Бұның тикері XLP KZ. Тұтыну тауарлары секторына инвестициялайды. Индекстердің төмендеуі алғашқы белгісі болған кезде жаһандық инвесторлар жыл сайын бірдей активтерге жүгінеді. Олар ақштың қысқа облигациялары, қолма-қол доллар, алтын және қорғаныс акциялары. Солардың бірі осы қорғаныс секторы. Сусындар мен азық-түліктерден бастап, гигиена құралдары мен фермерлерге дейінгі күнделікті тауарлар мен шикізат өндірушілердің барлық спектрі кіреді. Бұған американдық классика, Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart сияқты компаниялар кіреді. Қазіргі бағасы $73 шамасында. Дивидендтер 90 сайын төленеді. Келесі ETF The Utilities Select Sector SPDR Fund. Бұның тикері XLY KZ. Коммуналдық қызметтер секторына инвестициялайды. Бұл S&P 500 құрамына кіретін газ, су, жылыту сияқты коммуналдық қызметтерді жеткізуші компаниялардың акцияларына ғана инвестиция салатын өтімділігі жоғары ірі қор. Қазіргі бағасы $61 шамасында. Дивидендтер 90 сайын төленеді. Келесі ETF бұл Proshares Bitcoin Strategy ETF. Тикері Bitcoin KZ. Биткоин фьючерстеріне инвестициялайды. ақштағы алғашқы биткоинмен байланысты ETF. Инвесторларға биткоиннің кірістілігіне ыңғайлы, өтімді және ашық түрде қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі бағасы $21 шамасында. Дивидендтер ай сайын. Сонымен қатар видео басында айтқандай, мемлекеттерге де арналған ETF-тер бар. Солардың бірі Franklin FTSE United Kingdom ETF. Тикері FLGB KZ. Ұлыбританиядағы ірі және орта компанияларға инвестициялайды. Құрамына Shell, AstraZeneca, HSBC Holdings, Unilever PLC деген сияқты компаниялар кіреді. Қазіргі бағасы $25 шамасында. Дивидендтер жарты жылда бір рет. Екінші ETF мемлекеттерге арналған Asharius MSCI France ETF. Оның тикері EWQ KZ. Француз компанияларына инвестициялайды. Құрамында ETF-тің 65 компанияның қағаздары кіреді. Олардың 20% шамамен екінші қажеттілікті тұтыну тауарлары секторына, және 21% өнеркәсіп секторына тиесілі. Қор портфолиосында атақты Louis Vuitton, Total, L'Oreal, Airbus сияқты атаулар бар. Қазіргі бағасы $38 шамасында. Дивидендтер жарты жылда бір рет төленеді. Қай ETF-ті таңдап жатсаңыз да, ETF-тің басқарушы компанияның комиссиясы болатын ескеріңіздер. Және ол комиссия мөлшерде әр ETF-те әртүрлі болады. Не үшін мен тек Casa Global'да орналасқан ETF-терді көрсетіп отыр десеңіз, оған бірнеше себеп бар. Біріншіден, шетелдік биржадан сатып алған кезде брокердің комиссиясы өте жоғары болады. Ал Casa биржасында бірнеше брокерлар бұл Casa Global сатып алған үшін 0,3% құрайды. Екіншіден, Casa Global сатып алынған қағаздарды өсіммен сатқан кезде салық төлемейсіздер. Ал енді басқа биржадан басқа ETF-тер сатып аламын десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басуды сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.